Сәлем, ой ағай, качкин дұрыстап отырды. Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге Қызық химия каналы. Бүгін менімен тәжірибе жасайтын менің досым Ерасыл. Және Әнжу. Бүгін біз ерекше тәжірибе жасаймыз. Бұл қандай тәжірибе десеңіздер, бұл жын реакциясы. Бұдан ағылшын жоқ, бірақ химияның ажайбы. Бізге қажетті құралдар калий перманганаты, сутегінің асқын тотығы және де колба. Қауіпсіздік үшін халат, көзілдірік және де қолғап. Реакцияны жақсы желдететін жерде жасау керек. Біз сутегі асқын тотығын колбаға құямыз. Сосын қарауға дайынсыңдар ма? Әнжу қарашы, біртүрлі көбік және бұл түтін сияқты шығып отыр. Дәл солай, сондықтан бұл жын реакциясы деп аталады. Бұл жерде сутегі пероксиді ыдырап, оттегі газы бөлінеді. Ал калий перманганаты катализатор өзі жұмсалмайды. Бұл реакция арқылы зертханада оттегін алуға болады. Ал зымыран қозғалтқыштарында оттегі газы бөліну дәл осылай жүреді. Керемет көрініс, ғылым шынымен де ғажайып. Бірақ бұл нағыз химия. Жын дегеніміз жай ғана оттегімен бу. Қызық химия арнасында тағы да қандай тәжірибелер жасайық? Лайк басып, пікір қалдырып және каналға жазылайық.